шыға беріңіз. Ұлттық ойынымыз дами берген, өзіңіздің ұстаздық жолыңызда сәттілік, зейнетке шыққан жасыңызда тойлай, 60-қа 70-ге 100-ге жетіңіз. Барлық тойлардың арасында куә болып жүре берейік. Ардагер атымыздан және де өзінің атынан баршаңызға сәттілік, жарысқа қатысушыларға биіктік көріне беріңіздер. Еліміз аман болсын. Ұлттық ойынымыз дами берейік. Аса құрметті спортшылар, көрермендер, құрметті Түркменбасы Дәмет, бүгінгі мынау аймағымызда өтіп жатқан сіздің құрметіңізге арналған 9-мыңдықтан облыстық жарысты қош келдік. Дәмет Түркменбасының ұлттық спорт 9-мыңдық дамытуға қосқан елеулі еңбегін ескеріп, бүгінгі торғауытты ойында 60 жас мерейтойына арналған жарысқа сәттілік тілеймін, еліңізге саулық тілеймін. Аймағымызда 9-мыңдық спортты дами берсін, өскелең ұрпаққа үлгі болатындай жол салдыңыз. Бүгінгі мынау жарыстың ережелері де сол деп есептеймін. Өзіңіз осы жарыстың сапасын көтеруге жүлдеге қатысыз. Онда баршамызға үлгі болатын игі шара деп ойлаймын. Жағдайымыз аман болсын. Барлық жас тілеймін, спортшыларға жеңіс тілеймін. Жеңіс тілеуге кездескенше. Құрметті ардагер спортшылар, жас спортшылар, жаттықтырушылар, бүгінгі 9-мыңдықтан өтіп жатқан Дәмет апайымыздың 60 жылдық мерейтойына арналған облыстық ашық турнирі болып жатыр. Жарыс жоғары деңгейде өтеді деп сенімдеміз. Одан бөлек қазір спортшыларға, жаттықтырушыларға барлығына сәттілік тілеймін. Дүниежүзілік 9-мыңдық федерациясының құрметті президенті Алихан Байменов Мұхамедиұлының сізді құттықтап жатыр. 60 жас мерейтойыңыз асқақтай өтсін. Жалпы мына біздің Дәмет апайымыздың Маңғыстау 9-мыңдықтың марғасынасы десек те болады. Өзінің жетістіктері бір төбе, оқушыларының жетістіктері бір төбе. Соған орай біздің дүниежүзілік 9-мыңдық құрметті Дәмет Түркменбаева, 9-мыңдық ұлтымыздың адамзат мәдени мұрасына қосқан үлесінің жарқын үлгісі. Ғасырлар бойы 9-мыңдық ойшылдар күш сынасатын зияткерлік ойында зерде, зейін, қисынды ойлауды жетілдіретін тәрбие құралы болып келеді. 1000 жылдық тарихы бар ұлттық ойынымызды дамытуда қосып жүрген үлесіңіз үшін Қазақстан Республикасы 9-мыңдық спорты федерациясы және өз атымнан сізге шын ықыласпен алғысымды білдіремін. Сізге алғысымды білдіре отырып, деніңізге саулық, отбасыңызға береке, өзіңізге адами және шығармашылық жетістіктер тілеймін. Қазақстан Республикасының 9-мыңдық спорты федерациясының құрметті президенті Алихан Мұхамедиұлы Байменовтың атынан. Апай, жетістігіңіз құтты болсын, алғыс-хатыңыз құтты болсын. Облыстық жетістіктерімізді айтып өтсек, 9-мыңдықтан Қазақстан Республикасының спорт шеберіне кандидат спорттық разряды беріледі. Қазір спортшыларды айтамыз, спортшылар ортаға келіп, спортшыларыңызды алып кетсеңіздер. Манас Бақытжан Қуанышбекұлы. Және де тағы да осылай спорт шеберіне кандидат разряды Мадрешева Күләш Ғафаровнаға беріледі. Дәл осындай спорт шеберіне кандидат спорттық разряды Қуанышев Оразбай Максимовичке беріледі. Дәл осындай спорт шеберіне кандидат спорттық разряды Қуанышев Түгелбай Максимовичке беріледі.
жарыс туралы айтатын болсақ, жалпы саны 63 ойыншы қатысуда, оның 3-і спорт шебері және де 25-і спорт шеберіне кандидат, және де бірінші, екінші дәрежедегі спортшылар қатысуда. Жас ерекшелігі 18 жасқа дейін және 18 жастан жоғары 40 жасқа дейін және 40 жастан жоғары ардагерлер болып қатысуда. Жарысымыз айналмалы және швейцар жүйесінде өтеді. Барлығы 7 тур, тек 40 жастан жоғары әйел кісілерде 5 тур бар, қатысушы санына байланысты. Қазір онда жарыс залына өтіп, жарысымызда басталсақ болады. Барлықтарыңызға сәттілік, мықтылар, жеңіске жетсін. Марапаттау сәтіне марапаттауға осы Маңғыстау облысы тоғызқұмалақ федерациясының аға жаттықтырушысы Бекбауыл Марат және де осы біздің іс-шарамыздың, жарысымыздың иегері деп айтайық, Нәдірбаева Нәмет апайымыз. Тоғызқұмалақта Надирбаева Нәметтің 60 жылдық мерейтойына арналған облыстық ашық турнирде 18 жасқа дейінгі қыздар арасында 3-ші орын алған үшін Марат қызы инновацияға қатысты. Дәл осындай мәтінде 18 жасқа дейінгі қыздар арасында 3-ші орын алған үшін Мақсым Кәусар марапатталды. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын алған үшін Сәрсенбаева Қаламқас марапатталды. 18 жастан жоғары әйелдер арасында 3-ші орын алған үшін Шопанбаева Ақышбек марапатталды. Дәл осындай мәтінде 18 жастан жоғары әйелдер арасында 3-ші орын алған үшін Қуанышбекова Нұрбақова марапатталды. Дәл осындай мәтінде 18 жастан жоғары әйелдер арасында 2-ші орын алған үшін Рыскалиева Гүлсім марапатталды. Дәл осындай мәтінде 18 жастан жоғары әйелдер арасында 1-ші орын алып, чемпион атанған Тұрсынбаева Ақмарал марапатталды. Yeah,